Және Аллах Тааланың игілігі біздің пайғамбарымыз Мұхаммедке, ол кісінің соңынан жүрген сахабаларға, және соңынан жүріп жатқан барша үмбетке болсын. Аллах Таала ол кісіге игілік жолдасын, ол кісіге сәлемін жолдасын. Аллах Таала біздерден кетіп жатқан кемшілікті кешірім етсін. Және Аллах Таалаға біз мақтап айтамыз, бізге берген осы иманы үшін. Аллахқа мақтап айтамыз, осы бізге түсіндірген исламы үшін. Аллахқа барша мақтаулар болсын. Шынымен де осы дүниенің ақыретінің бақытына жеткізетін Құранға деген, пайғамбардың сүннетіне деген бізге махаббат жүрегіміз орнатқан үшін. Және Аллах Тааладан сұрайтынымыз, осы әлемден Раббы болған Аллах Тааладан сұрайтынымыз, Аллах Таала барша мұсылман бауырларымызға жәрдем етсін. Жердің қай түкпірінде болса да, қай жағында болса да, осы өзіміздің қаламызда болса да, Аллах Таала сол мұсылман бауырларына жәрдем етсін. Қарызға батқандар болса, қарыздан құтылудың жолын оларға жеңіл еткен болсын. Ауырып жатқандарға болатын болса, Аллах Таала оларға шифа берсін. Аллах Таала үйленіп жатқан мұсылман бауырларымыз болатын болса, олардың арасында сондай бір жақсы бір бас қосу, сондай бір жақсы бір неке нәсіп еткен болсын. Кімді Аллах Таала сондай балалармен сүйіншілеп жатқан болатын болса, сол балалармен Аллах Таала оның берекетін арттырсын. Соның ертең балағатқа жетіп, соның дүние ақыретте жақсылығын көруді нәсіп еткен болсын. Аллах Таала айтар, әрқашан баршамызды пайғамбарымызға лайық болған көркем мінез құлықтармен көркемдесін. Алла баршамызға осы Құраннан және сүннеттен болған ілімдерін нәсіп етсін. Біз енді айтып кеткеніміздей, осы бір сабағымызда жәннат туралы және дозақ туралы айтып өтеміз дегенбіз. Бұл енді шынымен де кей кезде осы көп жағдайда жәннат туралы, тозақ туралы айтатын кезде өзім кішкене ыңғайсызданам, ұялам. Өйткені мен білем, бізге дейін де қанша мұсылмандар болды, пайғамбарымыздың кезінде сахабалар болды. Олардың жәннатты сұраған туралы хадистерді оқығанда, олардың жәннат туралы аяттар жайында өткен кезінде, олардың жәннатқа деген құлшынысын көрген кезде, олардың дозақтан қорқуын көрген кезде, тіпті ұяласың да, бір осы жәннат туралы айтуға лайықтымын ба, лайықты емеспін ба, дозақ туралы ескертуге лайықтымын ба, лайықты емеспін деген ойлар туады. Өйткені ол кездегілерді қандай болған Аллахтан ұлықтығын айтқанда, жәннатты айтқан кезде олар сондай құлшынатын еді. Олар өздерінің малын да, жанын да бәрін беруге лайықты болды сол жәннатқа жету үшін. Қандай үлкен сынақтарды көріп жатты. Бірестер Ясир ибн Аммар деп келе, соның әулетіне сондай қандай үлкен сынақтар түсті. Оның әкесін өлтіріп жатты, оның көз алдында шешесін өлтіріп жатты. Сонда солардың бәріне сабырлық берген, соның бәріне жеңіп шығуға көмектескен нәрсесі білесіздер ме? Пайғамбардың бір ағауыз сөз болған. Собран я аля Ясир мауидукумул жанна. Сабырлық көрсетіңдер ей Ясир әулеті, сендерге Аллахтан жәннат уәде еткен дегенді. Осы бір ауыз сөз олардағы бүкіл нәрсе қиыншылықты алып өтуге жәрдем еткен. Сол үшін біз негізі мұсылмандар, біз иманның қатарына кіретін нәрсенің біреусі жәннатқа деген иман және дозаққа деген иман. Бұл жайында Құран, хадисте өте хабарлар көп. Тіпті Меккеде түскен сүрелердің өте басым көпшілігі осы жәннат пен дозақты айтады. Ең алғашқы мұсылмандарға жәннат пен дозақ өте көп айтылған. Және де бұл жәннат пен дозақ мәселелері кейін мысалға басында тек қана Құран, сүннет дейтін болатын болса, кейін фих деген ілімдер шыға бастады. Одан кейін ақида деген ілімдер шыға бастады. Сол ақида кітаптарының өзінде көптеген ғалымдар, тіпті мысалының ішінде Абу Ханифа, Нұъман ибн Сабит дейтін өзіміздің осы жергілікті үлкен имам кісі де өзінің Фихул Акбар деген кітабында «Әл-жаннату хаққун ва нару хаққун» деп кіргізіп кеткен. Жәннат та ол ақиқат, ешбір күмәні жоқ, дозақ та ол ақиқат, ешбір күмәні жоқ дейді. Ертең шынымен де бұл өмірден өткеннен кейін расында бір адамдар, Аллах Құранда айтқандай, «Иннал абрара лафи наим ва иннал фуджара лафи жахим». Ертең расында бір ізгілер жәннатта болады, ал күнәһарлар дозақта болады деп Аллах хабарлап қойған. Бізге ол шынымен де парыз. Ол жәннаттың барына сену, дозақтың барына сену. Ал ол нәрсеге сенген екен адам баласы шынымен де одан не? Жәннат туралы естіген адам жәннатқа құлшынады, дозақ туралы естіген адам дозақтан өзін сақтауға тырысады екен. Сол үшін көптеген ғалымдар да айтады. Тіпті осы ілім алуға, ілім іздеушілерге де өздерінің насихатында айтқан сөздер бар, ғалымдардың көпшілігінің бір ортақ сөздері бар. Егер сенің алған қайсы бір ілімің дейді, сені күнәдан алыстатпаса, құлшылыққа құлшындырмаса, біл ол ілім сені жәннатқа жақындатып, дозақтан алыстатпайды дейді. Және де біз білеміз, Аллах Құранда айтып кетті, ең соңғы нәтиже осымен барып тірілен бітейін деп тұр. Аллах Құранда айтқандай, «Фаман зухзиха анин нар ва дхилал джанната фақат фаз». Егер кімде кім дозақтан алыстатылып жәннатқа кіргізілсе, бітті сол дейді табыс. Міне нәтиже осы. Біздің өміріміздің бүкіл нәтижесі, бүкіл нәрсеміз, ізгілігіміз осы болып келеді екен. Сол үшін пайғамбарымыз да өзінің дұғасында «Ас'алукал жанна, я Алла, сенен жәннатты сұрайым» деп айтқан болатын. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху өзі бізге жеткен хадистер риваят етуі бойынша, бізге жеткен сахих хадистерде айтады, пайғамбарымыздың аксару дуан набийна саллаллаху алейхи дейді, пайғамбарымыздың ең көп жасаған дұғасы дейді, Аллахумма раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина адабан нар. Я Аллах Таала маған бұл дүниеде жақсылыққа кезіктір, о дүниеде жақсылығына жолықтырып, дозақтан сақта деген дұғалар болатын.
Және де пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның бір жаңағы жағдайын риwayat етіледі. Бір күні пайғамбар түннің ортасында тұрды дейді. Сөйтіп бет ауыз жаңағы тұрды да отырды да Құран аятын оқи бастады дейді. Құран оқыған аятын оқыған кезде Ал-Имран соңында келетін аяттар сол инна фи халқи самавати вал арди ва ихтилафил лейли ван нахар деп келетін сол аяттар оқыған кезде пайғамбар осы аяттар оқып келді, айтты ең соңында Раббана ма халақта хаза батила, я Алла, бұл сен аспандар жерді бекерге жаратпадың деді. Субханака фақина азабанар, ей пәк Аллах Тағала, дозақтан мені сақташы деді. Кейін пайғамбарымыз көзінен жас төгіліп жылай бастады дейді. Сол үшін бұл оңай нәрсе емес. Шынымен де бұл нәрсеге біз иман келтіргенбіз. Ол жәннат деген жай. Оның жәннат туралы кейбір осы жәннат туралы кейбір хадистерге, кейбір аяттарға тоқталып өтуді жөн көріп отырмыз. Және дозақ жайында да кейбір аят хадистерге тоқталып өтуді жөн көріп отырмыз. Енді жалпы жәннат туралы бұл айтып кеткен кезде жәннатты толық суреттеп шығу мүмкін емес. Тіпті сахабалардың айтқан сөздері бар. Жәннаттағы кейбір нәрселер айтылған кезде біз тек ұқсатып қана айта аламыз. Бірақ тура жәннат бұл дүниеде дейді, жәннаттағы ұқсайтын ешбір зат таба алмайсың дейді. Дәл өзіндей. Тек бізге түсінікті болу үшін, ақылымызға жақындау үшін кейбір жаңағы анарлар, жүзімдер, осындай ағаштар айтыла бастайды дейді. Жәннатта сулар, өзендер, бірақ олар мүлдем басқа, оны көру керек дейді. Және біз жәннатты толық суреттеп шығуға мүмкіндігіміз жоқ. Және мынандай аз уақыттың ішінде оны суреттеп шығу мүмкін емес нәрсе еді. Сонда бұл жәннаттағы нәрсені пайғамбарымыздың бір хадисі бар. Сол жайында егер білсек, оны әрқашан баршамыз білуге тиістіміз де, ол өте жиі айтылатын хадис. Пайғамбар айтқан жәннатта сондай нәрсе бар. Ма айнун раат дейді. Фиха ма айнун раат, онда дейді көз көрмеген нәрселер бар да. Ойлаңыз, сіздің көзіңіз көрмеген бір рахаттар бар. Сіз бұл жақта мүмкін білетін шығарсыз, 12 түрлі түс, қызыл, сары, жасыл, көк деген сияқты. Мүмкін одан көп білетін шығарсыз. Жәннатта оның миллиондаған түстер бар да, сіз білмейтін. Оны мыңдаған түстер бар. Сіз мүмкін бұл жақта білетін шығарсыз, ащы, тәтті, қышқыл деген сияқты. Ал жәннатта миллиардтаған дәмдер бар да. Еш уақытта бірін жемістен кейін екінші жеміске сен оны ешқандай ұқсата алмайсың бір-біріне, ешқандай келтіре алмайсың, сондай бір дәмдер бар. Сонда бұл жақта біз кейбір сезімдер бар шығар, біздің біз қызықтыратын, біз асықтыратын сезімдер. Ал жәннатта сондай бір сезімдер бар, адам баласын сондай рахаттандыратын. Сол үшін пайғамбар хадисінде айтты, ол жәннатта біздің көзіміз көрмеген нәрсе бар, нығметтердің ішінде. Ол жәннатта біздің құлағымыз естімеген нәрселер бар. Ол жәннатта біздің құлағымыз естімеген нәрселер бар. Және жәннатта біздің жүрегімізге, ойымызға келмеген нәрселер бар да. Оның рахаттары, оған нәрсені біз әрқашанда білуге, сезінуге, тырысуға әрекет жасауымыз керек. Сол үшін де осы жәннаттағы кейбір хадистерге тоқталатын болсақ, жалпы сахабалардың өмірін қарасақ, сахабаларды туралы оқыған кезде сіздер жиі мынандай нәрсе көресіздер. Сахабалар пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламнан келеді да сұрайды: "Я Аллахтың елшісі, жәннатқа кіру үшін не істеуім керек?" дейді. Өте жиі қойылатын сұрақтардың біреусі сол болған. Тіпті пайғамбарымыз кезінде Муаз ибн Джабал деген сахабасы пайғамбарымызға келіп айтты: "Я Расулалла, маған сондай айтшы, жәннатқа кіргізетін амал туралы айтып берші" деген кезде пайғамбар айтты: "Бах деген сөз." Біз айтады ғой, пах деп таңғал айтамыз ғой. Мәссаған деген сияқты. Пайғамбар таң қалды, мәссаған деп таң қалды. Сен ең үлкен нәрсені сұрадың деді да. Пайғамбарымызға кейбір сахабалар көмектесіп, сонда пайғамбардан саған қандай дұға керек, не істейін? Сенің осы жәрдеміңе риза болдым. Не сұрайсың менен деген кезде олар сұрайды екен: "Мурафақата фил жанна". Я Аллах Тағаланың елшісі, маған ештеңе, біз қазір айтсақ, пайғамбар айтса, не тілесең ал, тілегіңді Аллахтан сұрап берейін. Пайғамбар айтып жатыр. Не сұрауымыз мүмкін? Біздің сұрайтын нәрсеміз өте көп, дүние тіршілігінде болсын, қарызымыз болсын, ауруымыз болсын, әйеліміз болсын, бала шағамыз, көлігіміз, үйіміз, сұрайтын нәрсеміз көп. Бірақ сахаба сөйтіп пайғамбар көмектескенде не сұрайсың деген кезде пайғамбардан сұрағаны: "Я Аллахтың елшісі, маған сізбен бірге жәннатта бірге болуды сұраңызшы" деген екен да. Сізбен бірге жүрейінші жәннатта деген екен дейді. Сонда пайғамбар айтқан екен дейді: "Онда сен айн аля нафсик бикасрати суджуд", онда сен өз-өзіңе көптеген сәждемен көмектес деген екен дейді. Яғни құлшылық, сәжде, осыменен біз өзімізге жәннатқа кіруге көмектеседі екенбіз. Сол үшін қанша бір нәрселерді көріп отырсақ, пайғамбарымыз кезінде олардың сұрайтын нәрселерінің біреусі сахабалардың, олар жәннат. Сол үшін әрбір мұсылман, оның жатса да, тұрса да, құлшылық қылған кезде де ойына жүретін нәрсе тозақтан қорқу, жәннатқа деген махаббат, жәннатқа қалай жетсем деген ой болу керек та. Бұл нәрсе үшін ол бүкіл нәрсеге шыдауға, бүкіл нәрсеге жаңағы сабыр етуге тырысады. Өйткені біздің тарихымыз өзі солай басталды. Аллах Тағала адам атаны жаратты, Хауа анамызды жаратты. Олар жәннатта өмір сүрді, бірақ олар күнә болды, шайтан азғырды. Шайтан адам баласының өмір бақи дұшпаны. Бір уақытта ол жер бетіне түсті. Олар жер бетіне түскен кезде олар не үшін түсті? Күнә үшін. Бұдан шығатын үлкен бір сабақ. Бұл қиссаны христиандар да жақсы біледі.
Бұл қиссаны яһудилер де жақсы біледі. Бұл қиссаны мұсылмандар да өте жақсы біледі. Неге? Өйткені бұл сонау заманнан келетқан қисса. Бұл діннің түбі бір екенін, Аллах Тағала ешбір адам баласын дінсіз қалдырмағанын, әрқашанда пайғамбар жіберіп, әрқашанда кітап түсіріп отқанына дәлел. Сондағы сол қиссадан біз көріп отқанымыздай, адам баласы жәннаттан шықты не себепті? Күнә себепті. Ол деген сөз кімде-кім күнәға бой ұрса, оған жәннатта орын жоқ деген сөз. Жәннатқа бару үшін Аллахтың айтқанын істеумен ғана біз бара алады екенбіз. Ал мына өмір, шынымен де сондай өмір, бір күні ерте ма кеш пе өтеміз. Мейлі қай кезде болсақ та бір күні өтеміз. Қанша өмір сүрсек те бір күні өмірден өтеміз. Дұрыс па? Бұл кезде біз мына заманымызда біз кездестіре алмаймыз. Бір 500 жыл, 800 жыл өмір сүріп деген кездестіре аламыз ба? Жоқ, кездестіре алмаймыз. Егер біреудің жасы 100-ға, 110-ға келсе, бітті, телевизорден, газеттен шығарып, ойпырмай, керемет деп шығарады да. Бірақ ол кісіні көрсе, түк қалмаған кемпірді аузы түсіп қалған. Яғни ол бір мәселе емес. Біз сондай бір үлкен қария кісіні көргенбіз. Сол жаңағы бір жасы 110-ға ма келген бір қария кісі бар екен. Сонымен елдің бәрі соған сәлем береді екен. Бір күні сәлем берушілермен қатарында мен де барып қалдым. Мен ойладым, бір үлкен келіп қалған кісі ғой деп. Өйткені мен бір кемпірді білем, өзіміздің ауылда жасы үлкен. Соған бір сәлем беріп барғанбыз. Жасы үлкен, 100-ден асып кеткен. Жаңағы шалды білем. Сонда бірінші кемпірге барған кезде елдің бәрі амандасады екен, бата сұрайды екен, жасы үлкен деп. Қызық қой енді қазақ халқы деген. Сөйтіп қызық көріп кемпірдің айнасын аншытып жүреді екен. Сосын кетіп барады, тағы да кемпірге дұға қылады өздері. Ал енді апа 105-ке келіпсіз, енді 110-ға келіңіз дейді. Анау мәз болады да. Сосын бұрақта апа 110-ға келіпсіз, енді 120-ға келіңіз. Тағы жүре беріңізші апа, өлмейсіз. Анау мәз болады да кемпірші. Сәл бір жасына жас қосып берді дегенсе, сондай өмір сүрсе. Бұрақта бір кішкене қалжақ бастау, кішкене қалжыңдай беретін бір кісі бар еді, айтты: "Ой апа, немене жылдай келем, өлмейсіз. Давай болды, хватит, өліңіз" деген еді. Ана кемпірдің жылағанын көрсең бар ғой. Ой, пырма. Шын өліп қалатындай жылап жіберді. Бүкіл ел ана ойлаған жоқ жылайды деп. Бүкіл ел анаған ұрысты да. Адамға өмір тәтті бола бастайды екен. Адам жасы ұзарған сайын. Сол үшін шынымен де бұл ерте ме кеш пе, мейлі қанша өмір сүр, бәрі өлесің. Тіпті Мүлк сүресіне келеді. Олар дейді, кәпірлер дейді, аңсайды дейді, мұсылмандар қырылып қалса екен дейді. Пайғамбармен қосылып қырылып қалса екен деп. Қазір де аңсайтындар бар, мұсылмандар қырылып қалса екен деп. Қыру керек болса өзімізде қырайық деп тұрғандар да бар. Сондай аңсайды екен дейді. Сонда сол жаңағы Мүлк сүресіне келеді. Құлин әхләкәни Аллаху ма мa'ия ау рахимана фама юджирул кафир мин азабин алим дейді. Егер Аллах мені және менмен болған сахабаларымды қырып жіберген болса, сендер не өлімнен тірі қаласыңдар ма дейді. Сендер апаттан тірі қаласыңдар ма дейді. Бұл өмірде бір адамды өлтіреді деп мәз болады да өлтірдім депші. Ал сон ол өлмей ма? Бүкіл нәтиже баратта неге барып тіреледі? Ол ең соңғы нәтиже өлімге барып тіреледі екен. Ал енді өлгеннен кейін білеміз, одан кейін қабір бар, одан кейін қыл көпір бар, өте көптеген жағдайлар бар. Ең соңында соңғы аялдама не жәннат, не тозақ болып қалады екен. Сол үшін біз өмірге келгеннен кейін әрқашан осыны естен шығармауымыз керек. Біздің айтар сол мақсат тұтқан нәрсеміз, пайғамбар бізге де үйреткен нәрсесі, пайғамбарымыз жиі дұғасында жәннатты сұрайтын, тозақтан сақтауды сұрайтын, және Аллах Тағала бізге тозақ жайында Құранда көп айтты, содан сақтануды сұрау үшін, жәннат жайында көп айтты, сол жәннатқа деген талпынысымыз болу үшін. Енді сол біз жәннат жайындағы кейбір мәселелерге тоқталып өтейік. Жәннаттағы мысалға жәннаттың қысқа кішкене уақытымызды үнемдеу үшін жәннаттың жұпары, жәннаттың иісі туралы қандай хабарлар бар хадисте? Бірнеше хабарлар бар, соның бір несі жәннаттың иісі жұпары дейді. Бұл айтқан кезде 100, біздің еспен алсақ енді 100 километрлік жерден иісі келеді екен да. Ойлаңыз. Сол жерден сіздің мұрныңызға иісі келе бастайды. 100 километр, 100 жылдық жерден. 100 жылдық жерден. Кешіресіздер. Масирата миату амин дейді. 100 жылдық жерден иісі келе бастайды да. 100 жылдық жерді ойлаңыз қандай. Біз қазір сондай ана американстар самолетін жіберген несін, ана үлкен космос челленджерін жіберген кезде, олан ең алпыс Юпитерлердің өзіне қанша 14 жылда барып атты да. Сондай жылдамдықпенен 14 жылда жорға Юпитерге жетеді. Ал жәннат қайда? Сол жәннаттың иісі дейді, кәдімгідей адам баласына 100 жылдық жерден жетеді да, сонда жәннатқа кірмейді, қандай нәрсені көресіздер. Бұл жәннаттың жұпары иісі, сол үшін сондай пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам күнә істегендерге жәннаттың иісін де сезбейсің деп қорқытқан кезде олар қатты қорқатын. Біз қазір түсінбейміз ол сөзді. Мысалға келеді хадистер, егер қайсы бір әйел күйеуінен ешбір себепсіз талақ сұраса, жәннаттың иісін де сезбейді дейді. Бұл өте қиын нәрсе, бұл қиын ескерту. Сонда оның иісі жаңағыдай 100 жылдық жерден шығып тұрады екен. Енді жәннаттың есіктері, жәннаттың 8 есігі туралы айтылып кеткен. Жалпы Аллах Тағала адам баласына ізгілікті қалағысы келеді.
Оған әрқашанда кеңшілік қалайды да. Кеше Аллах Тағала біз анамыздың бойында жатқан кезде бізді бір ғана есіктен қоректендірген болатын болса, ол кіндік. Дүниеге келіп едік, екі есіктен қоректендірді. Ол біздің анамыздың екі сүт саудалаған кеудесі. Бірақта тісіміз шығып еді, бірақта біздің тамағымыз көбейді, 4 түрлі болса, су болды, ет болды, сүт болды, жеміс жидек болды деген сияқты көкөніс болды, көбейді. Егер біз бұл өмірден тақуаға өтсек, онда Аллах Тағала бізге жәннаттың 8 есігін уәде еткен. Тіпті жәннаттың 8 есігіне бір күні бір хадисте, Омар разиаллаху жеткен хадисте, бұл мұсылман қорғанда да келуі ықтимал, көріп қарап көріңіздер. Жаңағы егер сол бүкіл соған аударылған болатын болса, осы Омар разиаллаху жеткен сахих хадис, Муслимде бар бұл хадис. Сол хадис айтады, кімде-кім дәрет алса дейді, дәретін толық қылып алса дейді, толық қылып алса, дәретін алып болғаннан кейін ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна мухаммадан абдуху расулух аллахумма джални минат тауабин ва джални минал мутатаххирин деп айтса, яғни куәлік беремін, Аллах Тағала ғана құлшылыққа лайықты, оның ешбір серігі жоқ, ол жалғыз деп айтса, және куәлік беремін, Мұхаммед Аллахтың құлы және елшісі деп айтса, Алла мені тәубе қылғандардың қатарына қос, Алла мені тазаланғандардың қатарына қос деп айтса дейді, футихат абуал джаннати самания дейді. Оған 8 жәннаттың есігі ашылады дейді сол кезде. Неге? Құр дәретке бола. Өйткені ниятул муъмини хайру мин амалихи, мұсылманның ниеті оның амалынан жақсы. Дәретті не үшін алды мұсылман? Құлшылық үшін, дұрыс па? Яғни ол Аллахқа деген бет бұру үшін, намаз үшін, Құран үшін алды. Ол осы ізгі ниеттермен тауап үшін алды. Сол үшін сондай бір ізгі ұлы ниетті ниет қылған үшін Аллах Тағала ондай дұрыс алып, егер осы сөздерді айтатын болса дейді, таухид сөздерін айтатын болатын болса, және дұға қылатын болса, мен оған 8 жәннаттың есігін ашып қоямын дейді. Ал енді оның жәннаттың есіктері әрқайсысы өзінше бөлек. Ол жәннатта неше түрлі есіктері бар, әр есіктің өзінің аты бар. Бұл дүниенің өзінде мысалы есікке бөліп қояды. Мысалы әкімшілікке кірсең, мына жақта секретар, замаким деп жазып қояды ғой. Әр есіктің түбіне. Болмаса басқа да бір үлкен бір орындарға баратын болсаң, мына жақта детский отделение, пәленше, түгенше деп жазып қояды. Болмаса тағы бір жерге самолетке барсаңыз VIP деп жазып қояды. Ойлайсың, VIP деген енді крутой келетін жер деп ше. Жәннатта да сондай әр есіктің өзінің жазулары болады. Жазулар сондай көркем болады, есігі сондай үлкен болады. Ол есіктің қасында таңғалып адамдар қанша жыл жүріп қалады. Құр есіктің өзіне жәннатқа кіре алмай, таңғалғаннан. Сол жаңағы жәннаттағы есіктердің арқасы біреусі бабус сола, намаз есігі дейтін болады. Бір құлдар болады екен, намазды өте жақсы оқыған. Оларға сол есіктен кіргізеді. Бір есік болады, бабул джихад, бұл хадистерде келеді негізі, мен қысқартып сіздерге айтып жатырмын. Бабул джихад дейді, біреу джихадта жүріп жанын бергендерге есіктер болады. Бабул райян дейді. Жаңағы райян есігі кімдер үшін? Ораза ұстағандарға бабур райян деп қояды. Бабус садақа, садақа есігі дейді. Осындай көптеген есіктер болады. Әркім сол есіктен кіре бастайды да. Сонда Абу Бакр Сыддық пайғамбарымыз осы риуаятты естіп отқан кезде айтқан екен дейді: "Я Расулалла, я Аллахтың елшісі, осы әр адам дейді, өзінің істеген амалына қарай сол есіктен шақырады екен да. Намазы жақсы оққандарға мына есіктен кіріңдер деп шақырылады. Садақаға көп құмартқанға мына есіктен кіріңдер деп шақырылады. Жаңағы Аллах жолында жүрген жанын тапсырғандарға мына есіктен кіріңдер деп шақырылады. Ораза тұтқандарға мына есіктен кіріңдер деп шақырса, Абу Бакр сұрапты: "Я Расулалла, бір адам болып қалу мүмкін ба? Оны бүкіл есік шақыратын" депті да. Ана есікте шақырады, джихад есігі де шақырады, намаз есігі де шақырады, ораза есігі де шақырады, садақа есігі де шақырады. Бүкіл есіктен шақырылып қалатын адам бола ма депті пайғамбар. Иә, сондай адамдар да болады деген екен да, субханалла. Бүкіл құлшылыққа ықтияр беретін. Сонда пайғамбар жаңа айтты: "Аржу антакуна анта минхум" депті. Және мен үміт қыламын сен солардан болатын сияқтысың деген екен да. Субханалла. Қараңыз, Аллах осыдан разы болсын Абу Бакрдан. Қандай ол кісі өтті да. Енді ол кісінің Абу Бакрдың енді өмірін ойлап көріңіздер, жәннатқа кіріңіз, өзіңіз үлгі қалып көріңіздерші. Біз сияқты жай бишара пендер емес, Абу Бакрдың қасында жүрген Омар разиаллаху анху Абу Бакрдың қалай құлшылық істейтінін көру үшін соңынан аңдитын болған. Соны білесіздер риуаят, көз соқыр кемпірдің үйін барып үйін сыпыратын, халиф болып тұрған кезінде. Халиф болып тұрған кезде. Біз көзіміз бар болып тұрып, бір жетім жесірдің үйін барып сыпырып берген кезіміз жоқ шығар. Еркек басымыздан өзіміздің әйеліміздің ысы шуып берсе, шекеміз тырс шыға келеді. Мен саған қатын емеспін деп, сөйтіп шыға келеміз. Жәннат үшін қандай нәрселерге көну керек? Жәннат үшін қандай нығметтер, қандай мейірімдерге, қандай бір түсініктерге бару керек та? Міне пайғамбар айтқан екен сол Абу Бакрге: "Иә, сондай адамдар да болады, бүкіл жәннаттың есігінен шақырылады, және сен солардан болатын шығарсың, мен үміт етемін" деген екен дейді Абу Бакр Сыддыққа. Алла ол кісіден разы болсын. Енді жәннатта дәрежелер болады. Жәннатқа кіргенде бәрібір дәреже емес. Бір адамдар бар, пайғамбар жүретін жәннатта болады да, шіркін Аллах соған жеткізсе екен. Жәннаттың ең төменгі дәрежесіне кірген адамның өзі ойлайды екен, оған Құдай береді нығметінше. Ең соңында
тозақтан шығып, жәннаттың ең төбеніне кіріп, оған бүкіл жаңағы нығмет беріліп, бүкіл жақсылық беріп, ал Құдай сұра дейді, сұрайды, таусылады, сұра дейді, сұрайды, таусылады. Бірақ та болды, түгім қалмады деген кезде, онда мен сені есіңе саламын. Мынау керек па? Я керек, мынау керек па? Керек. Бәрін айтады, сол кезде Аллах айтады екен да, мақтау. Альхамдулилля, барша мақтау Аллах тағалаға болсын. Ешкімге бермеген нәрсені маған берді деп ойлап қалады да. Ол ең төменінде. Ойлаңыз, ең жоғарыдағылар қандай жағдайда болды. Сол үшін жәннатта дәрежелер болады. Дәреже әркімнің өз ықыласына, ниетіне, құлшылығына, тақуалығына қарай жәннаттың дәрежесі болады. Жәннаттың топырағының өзі жұпар татып тұрады да. Мына дүниенің топырағына ұқсамайды. Сондай бір қымбат топырақ, және оның жұпары татиды да. Әрқашанда бір керемет иістер шығып тұрады екен. Одан кейін жәннатта өзендер бар. Ол жәннаттағы, егер сіздер осы Құран аяттарына қарасы көңіл бұрсаңыздар, сонда иман келтіргендер, жәннатқа кіреді. Олар астарынан өзен аққан бақшаларда болады деп жиі айтылады. Ол жердегі өзен керемет өзен. Оны көру керек. Мына аяқтағы өзен оның қасында ештеңке емес. Ол ешқандай қызық болмай қалады. Шынымен де ояқта өзендер бар. Сол үшін Аллах Тағала Құранда осы жәннаттағы өзендерді сипаттаған кезде, мысалға көптен айтар, мысалы келеді Құран аятында масалул джаннати лати ваидал муттақун, Құдайдан қорыққан пенделерге дейді. Құдайдан қорыққан пенделерге масал джаннати ваидал муттақун фиха анхару мин маин гайри асин, онда өзендер болады дейді, судан еш уақытта бүлінбейтін дейді. Суы еш уақытта бүлінбейді. Бұл дүниенің суы бүлінеді. Бірдеңе қосылып кетсе де бүлінеді, ұзақ тұрып қалса да бүлінеді. О жақта болады бүлінбейтін. Жаңағы өзендер болады, оны ішкен адам қайттан шөлдемейді. Негізі біздің шөлдейтініміз, қарнымызға жатқаны біздің мұқтаждығымыздың белгісі. Біз қазір су ішіп алсақ, ертең қайттан шөлдейміз. Ертең су ішсек, ары тағы шөлдейміз. Ал жәннатта сен суды ішесің, шөліңді қандыру үшін емес, рахаттану үшін ішесің. Өйткені сен жәннатқа кіргеннен кейін сондай сусындар беріледі, сен шөлдеу деген нәрсе еш уақытта болмайды. Аш қалу деген нәрсе болмайды. Сен оны тек қана рахаттану үшін ішесің да. Ана шөлден, аштықтан құтылу үшін емес, о жақта жейтін жемістер ішетіндер. Яғни рахаттану үшін ғана, ләззаттану үшін болады. О жақта өзендер болады. Миммаин гайри асинин, сонда еш уақытта бұзылмайтын. Және айтады, ва анхару мин лабан лам ятағайяр таамуху. Және о жақта сүттен болған өзендер болады. Қараңыз, бұл жақта сиырдан сау боламыз, Жақсы сүт болу үшін 2 сиыр керек. Оны азанда тұрып сау керек. Оны жаңа баптау керек. Оған шөп әкелу керек. Оның астын тазалап тұру керек, нормальный сүт ішу үшін, да? Егер ондай нормаль сүт ішеміз, сатып алу керек болмаса, ол кей кезде ұзақ тұрып қалса ашып кетеді. Онда сондай өзендер, оның дәмі өзгермейді, және ол өзен болып ағып жатады да. Қанша ішкің келеді, ол сүтті ішкің келеді. Мүмкін бұяқта бір сүт ішкілемей қалатын шығар. Ояқта сол сүтті ішкісі келе береді, және ол өзен болып ағып жатады. Ойлаңыз, үлкен өзендер, үлкен водопадтар жаңағы сүтпен болып жатады. Және анахару мин хамрил деп келеді, ләззатул шарибин, онда арақтың өзендері болады. Негізі бұл дүниеде бізге Аллах Тағала арақты тыйым еткен ғой. Сол үшін хадисте бар. Кім бұл дүниеде арақ тыйым еткен араққа қызығатын болса, жәннаттағы арақты іше алмайды дейді. Бірақ жәннаттағы арақ пенен бұл дүниедегі арақтың екеуінің айырмашылығы бар. Жәннаттағы арақтан одан бас ауырмайды, мас болмайды. Бояқтағы адам басың ауырады, және мас боласың. Біреу айтқандай, мен өмірімде арақты бір-ақ рет іштім дейді, қалған кезде бас жаздым дейді. Сол айтқандай, ал жәннаттағы адам бас ауру деген жоқ, одан мас болу деген жоқ. Ол сондай. Сол үшін кім бұл дүниенің нәрсесіне қызыққан болса, ол нәрсе жоқ дейді. Ол нәрсе болады, қызылы да болады, красный да, белый да, бәрі болады, иншалла. Және де ол жәннатта балдан болған, мин асали мусаффа, сондай тап-таза балдан болған өзендер болады. Елестетіп көріңіздер. Сізден бұл дүниенің өзінде Аллах Тағала бір араны өзінің құдіретін таныту үшін саған ана гүлдерден жиғызып, қанша рет барып келу керек, саған бір жейтін, тойып жейтін бал жеусің да. Қазір бүкіл магазинде бал бар, дұрыс па? Соның бәрі жетіп жатыр. Бір титтей мынандай ара саусағымыз ұшына татымайтын. Ол сол келіп бүкіл нәрсені біздерге бал таратып беріп отқанын көріп отырмыз. Ал енді Аллах Тағаланың жәннатында ол балдар өзен болып ағып жатады. Кәні барып, балдың өзен қасына отырып алып, водопадтың құлап, қандай бір әдемі болып иіріліп жатқанын көресің да. Бір кегіз әдемі ғой, балда бүйтіп қасықпен түсірсең, томалақ бұл әдемі болып түседі ғой бір. Прозрачный әдемі балдар. Жәннатта сол үлкен нәрсенің қасына алып тұрасың да. Ай ұқса былай жеп қойып, былай Бұл енді жәннат туралы, өзендері туралы, онда біз судың өзені, сүттің өзені, балдың өзені, шараптың өзені болатын айтып кетер. Жәннатта және көлдер бар, оның ішінде арнайы бір өзендер бар, пайғамбарымызға берілген, мысалы, инна аътайнакал каусар дейді, бұл каусар сүресі, біз саған каусар бердік дейді. Ол пайғамбарымызға берілген нәрсе, соның қасына келіп үмбеті жиналады. Сол жерден пайғамбарымыз қолынан сусын ішетіндер болады. Шіркін Аллах Тағала сол күндерге жеткізсе, соған лайықты бізге амал берсе, сабырлықпен көркемдесе деп тілейміз. Және де жәннаттың өзінің талдары бар. Жәннаттың талдарының өзі үлкен керемет. Тіпті хадисте келеді, жәннатта инна фи джалдана шаджаратан дейді, бір тал бар дейді. Ол талдың көлеңкесінде дейді,
бұл дүниедегі ең жүйрік атпен шауып өтетін болса дейді, 100 жыл уақыт кетеді дейді. Құр көлеңкесінің өзіне. Бұл таңғалатын нәрсе емес. Бұл шын болатын нәрсе. Бір тал ойлаңыз. Оның көлеңкесін өту үшін, сол үшін Құранда фи зиллим мамдуда дейді, созылған ұзақ көлеңкелерде деп айтылған сол аят. Фи зиллим мамдуда деп келеді. Ұзақ бір көлеңкелерде болады деп келеді екен. Сол үшін бұл жәннаттағы өзеннің және көлеңкелердің біреусі, ол жердегі талдардың, ол мүлдем, ол талдардың жемісі де ерекше болады. Ол талдарға жеміске жетуді қиындық туғызбайды. Вафакихатин касира ла мақтуати ва ла мамнуа деп Құран аятта келеді. Онда жемістер сондай көп болады дейді. Неше түрлі, жаңа көзіміз көрмегені бар, ұқсайтыны бар, ұқсамайтыны бар. Сондай жемістер болады дейді, ол талда тұрады дейді. Өте көп, ла мақтуа, еш уақытта үзілмейді, таусылмайды дейді. Бұндай ақтағы жемістер жаздың күні бар, қыстың күні жоқ, бөлінеді ғой. Ол жақта еш уақытта толастамайды. Және бір жеміс таласты қызығып, үзіп аласты, жейсіз ғой. Қарасаңыз ана орнына қайтадан жеміс шығады. Одан кейін ла мақтуа ла мамнуа, және оны тоқтататын, тиятын нәрсе жоқ. Ана жеміске жете алмай қалдым, ақшам болмай қалды, пәленше деген әңгіме жоқ. Алыста екен, жақында екен, талдың төбесінде екен, тасыл тигізе алмай қойдым деген нәрсе емес қыз алмаға. Ол жақта сен егер жәннаттағы жаңағы көлеңкесінің өзі 100 жылдық жаңағы 100 жыл шауып отырмайтын жәннаттың талдың көлеңкесі болмаса, жемісіне сен қызық кетіп, осы талдың ең төбесіндегі жемісті алманы болмаса, жегім кеп тұр деп айтсаң, сол тал саған иіледі екен да сен үшін. Көресің, қалай үлкен нәрсенің жап-жас нәрсе сен үшін келе жатады да, бүйтіп кәдімгі қолмен ұсынғандайға мә же дейді да, сен бұны қаладың дейді. Яғни сол үшін дейді Құран аятында, қалаған жемістер тұрады дейді да, таңдап жейсің ме қалай? Қалаған жаңа таңдап жейтін жемістер тұрады, қалаған жаңағы құстың еттері болады деп келеді екен. Ол жаңағы жемістің өзі сондай бір, оны жеген адамға сондай ләззат береді, және ояқта жеген ішкен нәрсемізді біздің денемізден жұпар болып, тер болып шығады екен, оны дәретханаға апарып шығаратын ешқандай болмайды, ол жақта ол нәрселер болмайды екен. Және жәннатта негізі болмайтын нәрселер, ұйқы болмайды. Адам сондай әрқашанда күш-қуатпен жүреді. Бұл дүниедегі ұйқының бізге берілген негізі ескерту үшін берілген да. Бұл кіші өлім негізі, ұйқы деген. Яғни сенің өлетіндігіне белгі. Ұйықтаған адамда қарада, ертең менде өсіп өледі екен ғой деп ойлап қойсаң болады. Бірақ айырмашылық демалып жатыр. Сол үшін бұл жаңағы ол жақта ол нәрсе болмайды. Дәретхана қинау деген нәрсе болмайды. Ол жақта сіңгіру деген нәрсе болмайды. Ол жақта қақыру деген нәрсе болмайды. Шынымен одан бір жаман тер шығу деген нәрсе болмайды. Ол жақта тек қана жұпар нәрсе шығады. Ол көркемдене түседі. Ол жемістер жеген сайын сенің нұрының үстіне нұрың артып, сұлулығың арта береді екен. Және де жәннатта осы жаңағы біз айтып кеттік жемістері болады деп. Одан кейін жәннаттың үйлері бар жәннатта. Жәннатта шатырлар бар. Негізі біліңіздер. Жәннатта үй деп келсе, жәннатта сарай деп келсе, жәннатта бөлме деп келсе, жәннатта шатыр деп келсе, олар бөлек, бір-біріне қатысы жоқ әңгімелер. Шатыр деп біз айтамыз, мысалы айтайық, менің үйім бар, және кигіз үйім бар, екеуі екі бөлек. Шатыр деген палатка сияқты. Бір нәрсе, бір кішігірім үй деген сөз. Бір анда-санда бір үйде тұрамыз, анда-санда есік алдынан шығып кетіп, анау бір летний кухня деген шықты ғой қазір. Летний кухня, пайғамбар саллаллаху алейхи летнийде, зимнийде бәрі бірақ бөлменің ішінде еді. Сол летний кухня деген сияқты біз сондай бір жақсылық қалағымыз келеді. Қарап тұрсаң, адам негізі табиғаты жақсы нәрсені қалайды. Бірақ жәннатты ұмытып қалған да. Осы дүниеде көргісі келіп жатыр бәрін. Фит дүния, осы дүниеде бер дейді да Құдайдан, осы дүниеде берді. Ана жақты сұрамайды. Ва ма лахум фил ахирати мин халақ, сол үшін Алла Құранда айтты, дүниеде ғана сұрайтындарға ақыретте ештеңе жоқ деді. Дүниеде ғана сұрайтындарға ақыретте ештеңе жоқ. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ши төсектің үстінде жатқан кезде, құрмадан өрген төсекте жатқан кезде, арқасында ізі қалған кезде, Омар разиаллаху көріп, көзіне жас келіп, "Я Расулалла, сіз сондай Аллахтың сүйікті елшісіз, баршамызға пайғамбар болыпсыз, елдің патшалары алтын төсекте, құсты жастықта, жібек матаның үстінде жатқан кезде, сіздің қамсыз жатқаныңыз бізді қатты жанымызға батты" деп жылаған кезде, Омар, сен соны қаламайсың ба? Оларға бұл дүние бізге ақырет деген екен" дейді. Өйткені ақырет қандай көркем нәрселер. Онда қандай көркем нәрселер бар. Міне сол жәннатта сол үшін шатыр деген нәрселер бар. Ол жаңағы келеді, жәннаттағы шатырдың өзі, бір адамға берілетін шатырдың өзі, ол бір алтын неден істелінген, лу деп келеді. Ол өте алтыннан да қымбат бір тас. Біз енді үнжу маржан деп қойды, маржан деп кезе келтіреді. Ол сондай бір асыл қымбат тас. Ол сондай үлкен, сол бір бүтінді, егер мысалы бүтін бір самұрудық тауып болса адамда, ол жұдырықтай болса бітті, жұдырықтай алтын бар адам, ол енді бүтін самұрықта болса мәз болады да. Енді ойлаңыз, оның үлкендігі жер бетінде ондай здания жоқ. Бір алтынның жаңағы люлінің үлкендігі, сол бір үй болады да бүтіндей. Қиылмаған, неғылмаған кірпіш жаңағы маржан қойған бүтін алтын. Жылтырап алыстан көрініп тұрады. Соның бір адамға берілген шатырының өзі ең төмен
нәрсе үйлер жанаттағы, соның өзінде 1000 алтыннан есігі болады екен. 1000 алтыннан есігі болады екен. Ал енді ар жағындағы оған берілетін үйді, оның ар жағында оған беретін сарайды, ештеңені айтпай-ақ қойған кезде. Мысалға қарайтын болсақ, білеміз қиссаны, Фирғаунның әйелі. Аллах бізге Құранда қисса келтірді. Фирғаунның әйелі Аллахқа иман келтірді ма? Келтірді. Пайғамбар Мусаға соңынан ерді ма? Ерді. Ол жаннатқа сенді ма? Сенді. Ол дозақтың бар екенін білді ма? Білді. Енді соны Фирғаун, ол жаңағы Фирғаунның әйелі ең керемет үйде тұрды. Өйткені мен Құдайым деген кісінің әйелі. Оған күйеуі бүкіл жағдай жасады. Киетін киімін бәрі соңғы. Ең жақсы Мысырда қандай киім болса, сол соның әйелінің бойында. Ең жақсы тамақ соның әйелінің алдында. Ең жақсы қызметшілер соның қасында. Ештеңеден саусағына жаңағы мұздай суға батырмай, жылы суды ұстап, жылы төсекте жатқызып, сол күткен әйел иман келтірді. Сонда Фирғаун оны ашуланды, оның өлім жазасын кесті. Өлтірген кезде сол Құранда айтып келеді: "Уадрабала масала лиллазина аману мурата Фирғаун" дейді. Иман келтіргенде Фирғаунның әйелін мысал келтіреміз дейді. Оның иманын, оның Аллахқа деген үмметін, оның сабырлығын, оның жәннатқа деген иманын қараңыздаршы. Сондай керемет үйде тұрған әйел кісі, қазір біз ондай бір Фирғаунның әйелі тұрған үйде айтпай қойық. Қазір бір әйелімізге евроремонт түрек квартира үй сыйласаң бас айналып қалады да, жәннатты ұмытып қалуы мүмкін. Бітті. Алла сақтасын. Мұсылман бауырларымыз көбейтсін, бірақ бұл жаңағы ауыр тимесін. Өйткені мұсылман қарындастарымыз ішінде де қазір кезде мына заманда өте күшті мұсылман қарындастарымыз шығып жатсын. Аллах тағала олар біз ойлағаннан жоғары етсін. Енді сол Фирғаунның әйеліне жаңағы өлім жазасы берілді. Оны өлтіріп жатқан кезде айтқан дұғасы, сол кезде айтқан: "Робби бнили индака байтан фил жанна" деді. Я Аллах тағала, жәннаттан өзіңнің қасынан үй берші деп сұрады. Қызықтырмайтын да ештеңе. Жәннаттан үй берші деп сұрады. Қараңыздар дұғасын. Жәннатқа деген иман, жәннаттағы үйге деген иман болып келеді екен. Сол үшін бұл жәннаттағы шатыр өзінше бөлек, оның өзі қандай, жәннаттағы үйдің өзі қандай, жәннаттағы сарай енді ол мүлдем бөлек нәрселерді. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям жәннаттағы үйлерді, оның бөлмелерін сипаттаған кезде олар іші сырты бір-біріне көрінеді дейді. Үйің, үлкен үйің бар, ішіне кіріп келесің, бөлме. Мына бөлмеде отырып, ана бөлмедегілерді көре бересің. Яғни сондай қымбат тас бер шетін ар шеті көрінетін. Сондай бір үйлерде адам балалары жасайды екен. Бір күні дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жәннаттағы бөлмелерді сипаттаған кезде одан бір араби келіп сұрады. Пайғамбар айтты: "Жәннатта да үйлер бар" деді. "Инна фил джаннати ла гурафан яра зухуруха мин бутуниха ва бутуна мин зухуриха", оның іші сыртынан, сырты ішінен көрініп тұрады деді. Сонда араби айтты: "Я Расулалла, ей Аллахтың елшісі, кім тұрады ол үйде?" деді. Қараң, бірден қызықты. Енді пайғамбар айтқаннан кейін ол бірден қызықты. Кім үшін ол үйлер дегенде пайғамбар айтқаны мүмкін бізге де сол керек шығар, сол үйлер жәннаттағы. Онда кім үшін екенін тыңдап көрейік. Пайғамбар айтты: "Лиман таййабал калам", кім жақсы сөз сөйлейтін болса деді. Жақсы сөз сөйлейтіндерге деді. Жақсы сөз бірінші Құран, зікірлер, бұны өзі арнайы шарқылатын және хадисі келеді, бірақ жақсы сөз сөйлейтінге. Оның тамақ жегізгендерге дейді. Бір риwаятта келеді, яғни өзінің бала шағасы мен әйеліне тамақ әкелем деп жүргендерге дейді. Солар аш қалдырмайын деп жүргендерге дейді. Және де келеді: "Ва адама сиям", ораза тұтқандарға дейді. Және келеді: "Ва салла биллайли ван насу нiyam", адамдар ұйықтап жатқан кезде түнде тұрып намаз оқитындарға дейді. Ол үйлер, сол бөлмелер соларға беріледі екен дейді. Және бір хадисте келеді, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бір күн айтты: "Мен жәннатқа кіргізілдім" дейді. Жәннат маған көрсетілді. Сонда жәннатқа барсам бір үлкен зәулім сарай тұр екен дейді. Дворец дейме енді. Қазақтар кей кезде сарайды әртүрлі түсінеді. Біреу сарай десе дворец деп түсінеді, біреу сарай десе мал бағатын сарай деп түсінеді. Үлкен дворец, солай деп түсініңіздер. Сондайды көрдім дейді, яғни шатырдан жоғары үй, үйден жоғары осы жаңағы дворец болып келеді екен. Соған көрдім дейді. Пайғамбар қызығып кеткенде жаңағы. Сөйткенде: "Лиман хаза", бұл кім үшін деп сұрағанда, пайғамбардың өзін таңғалдырғанда жаңағы сарайшы, бұл кім үшін деп сұраған кезде оған айтқан екен: "Лишабин мин Құрайш", ол Құрайштан болған бір кісінікі деп айтқан екен дейді. Сонда пайғамбар айтады: "Мен шығарым" деп ойлап қалдым дейді. Ананың кереметтігін таңғалып, сол "мен шығарым" дедім да, аты айтылмады, бірақ Құрайштан, пайғамбар Құрайш қой. Құрайштан болған бір кісінікі тұрында, ол кім деп сұрадым дейді. Сонда Омар ибн Аль-Хаттаб деп айтқан екен да. Соңғы айтқан. Бір күні пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям осында осы риwаяттың жалғасында келеді.
Пайғамбар айтты, мен осындай жәннатты көрсетіп, онда үлкен бір өзен көрдім, оның қасында үлкен үй тұр екен. Қызықтым, сөйтсем өзеннің қасында бір сондай әдемі бір қыз жүр екен дейді. Сұрадым, бұл кім деп едім. Омар деп, Омардың қызғаншақтығын білетін едім дейді. Сөйтіп кетіп қалдым дейді. Сөйтсем Омар күліп, я Расулалла деп қуанып кеткен екен да. Бір жағынан, я Расулалла, сізден қызғанбаймын ғой дегендей. Яғни бұл соны айтқан Омар. Бұдан не көріп тұрмыз? Жәннатқа кіру үшін өзіміздің әйелімізді қызғануымыз керек екен да. Яғни жақсы сипат. Омардың қызғаншақтығын білетін едім дейді. Омардың қызғаншақтығын, сол үшін хадисте келген дайюс дейді ғой, дайюс жәннатқа кірмейді. Дайюс дегеніміз өзінің әйелін қызғанбайтын еркек жәннатқа кірмейді деген. Өз жаңағы әйелін қызғанбаған еркек жәннатқа кірмейді дейді екен. Сол үшін шариғатта қызғану бұл жаңағы құлшылықтың бір болып келеді екен. Одан кейін жәннаттағы киімдер, ондағы киімдер шынымен де бұл дүниедегі киімден артық болады. Ондағы жібектен болған киімдер болады, ол бұл дүниенің жібегіне ұқсамайды. Бұл дүниедегі жібекті құрттар жаңағы талдан жасаса, бұл дүниенің талдан жасаса, ояқтағы жібектер сояқтың жәннаттың талынан жасалған киімдерді. Оны истибрақ деп келеді, оның жаңағы сонда бір жібектің түрлі қалың жібегі бар, жаңа сундус деген бар, жұқа жібегі бар. Осы жібектерден олар киімдер киінеді. Сол үшін кімде-кім бұл дүниеде жібек кисе, ақырында жәннатта жібек кимейді деп айтылған сол екен. Және жәннатта хордың қыздары бар. Енді оның жайын көп айтпайын, нарда күміс не екен, бөлместік екен. Үйленбегендер бар дейді ана. Иншалла, бірақ оны айтпай кету мүмкін емес. Жалпы айтылған негізі. Кім жәннатты сұраса, бірақ хордың қызын сұрамаса, көп нәрсені білмейді екен дейді. Ол білмейді екен дейді. Оны қосып сұрау керек та, жәннат және хордың қызды. Иншалла. Біреулер сұрайды, әйелдерге де жаңағындай бар ма екен деп. Жоқ, әйелдерге жоқ. Әйелдерге сондай нәрсе беріледі, олар еркекті ұмытып кетеді иншалла. Күйеуінен басқа. Сол үшін ояқта әйелдерге жәннатта берілетін сондай нығметтер бар. Олар ояқта хордың жігіттерін сұрамайды олар. Күйеулерімен кездесе ме? Кездеседі, міндетті түрде күйеулерімен кездеседі. Егер кімде-кім Құранда айтып келеді ғой, Аллахты көп еске алатын еркектер мен әйелдер дейді. Осының қатарына біреулер келтіреді. Қайсы бір әйел дейді, түнде ұйқысынан тұрған кезде күйеуіне, күйеуім тұршы, бір тахаджуд оқып Құдайға құлшылық қылайық деп оятса дейді, тұрмай жатса бетіне су шашып оятса дейді. Болмаса күйеуі тұрып әйелін оятса дейді, тұр тахаджуд қылайық Құдайдың алдында тұрайық десе, тұрмаса әйелінің бетіне су шашып оятса дейді. Осылар жаңағы Аллахты көп еске алатын, еркекпен көп еске алатын әйелдердің қатарына кіреді, олар бірге жәннатта болатын семья дейді. Бұл қандай нәрсе құлшылыққа құлшыну деген? Қазір әйеліміз бетімізге су құйса, білмеймін төгіле шығатын шығар. Біздің жәннаттан деген біліміміздің аздығынан ғой. Бәрі айтыр өзіміздің жақсылығын үшін ойнап кеткенбіз. Яғни ол жаңағы жәннатқа оятып жатқан болатын болса, сол үшін онда бірақ хордың қызы қанша берілгенмен де, хордың қызын көріп ананы таң қалып, мынаған таң қалып, оның өзі көз үлкендеген анаған таң қалып, кәдімгі алақаныңды бүйтіп қолына қараған кезде бер жағынан көріп тұрасың, алақаны ше сондай светлый да. Олар еш уақытта күйеуін ренжітпейді екен да. Мүлдем жоқ оны ренжітпеген. Ренжітпейді екен. Сол жаңағы сондай болады, оған қараған соң бір қызғасын, енді көп жерін айтамайын нарда. Үйлеріңе кіре алмай қалар себебі. Бір жерде отырып айтып отсақ, бір кісі жәннат туралы естіп айтқан ғой әйеліне. Мы сегодня поговорили про рай, там оказывается такие вещи, десе әйелде намаз оқиды ғой. Да, понятно, и, наверное, про Хуру Айн тоже поговорили. Күйеу басын себеп, да, деп айтады. Бірақ ол жерде қанша хордың қызы бергенімен, егер біздің әйелдеріміз жәннатқа кіретін болса, ол сондай сұлу болып кетеді, уже любовь с первого взгляда болады. Менің әйелім осындай екен ғой деп. Ол әйеліміздің бетіне жәннаттың желі үрген сайын сұлу болады. Жәннаттың жемісін жеген сайын сұлу болады. Ол Аллахтың жаңа дидарын көрген сайын сұлу болады. Бітті. Ол ана әйеліміз көрген кезде хордың қызын ұмытып қалуымыз ықтимал. Сол үшін бұл жәннатта сол нәрсе, ал жәннаттағы ең үлкен нәрсе не? Аллахтың дидарын көру. Субханаллах, осы. Жәннаттағы ең үлкен нәрсе бізді жаратқан Раббымыз Аллах тағаланың дидарын көру. Сол үшін Құрандағы қорқынышты аяттың біреусі, көп ғалымдар ол аятты оқыған кезде жылайтыны, олар жаңа қияметтің күнінде ламахджубун дейді, Раббыларын көре алмайды деген болады да кәфірлер. Олар бітті Раббыларын көре алмайды деген кезде жылап жіберетін болғанда. Ал Құран аятында келеді: "Уджуху яума идин надира иля раббиха назира." Ол күні бір жүздер жарқырайды, Раббыларын көріп дейді. Субханалла. Жәннатта дейді, бүкіл нәрсе беріледі, уазияда деп келеді. Және артығы беріледі. Сонда сұрайды, ол артық не болуы мүмкін дегенде, Аллахтың дидарын көру дейді. Аллах тағаланың дидарын көру бұл жәннаттағы нәрселерге байланысты айтылып кеткен мәселелер екен. Енді Аллах тағала баршамызды кешірсін. Бұл жәннаттың нығметі ғой. Жәннатқа деген біз бұл кішкене ғана айтып кетіп жатырмыз. Егер жәннат жайындағы Құрандағы
аяттың бәрін теретін болсақ, онда бізге 1 сағатта 1 күнде жеткіліксіз болатын еді. Ол жәннат туралы аяттар жиі қайталанады. Бір аят бір аятқа ұқсамайды. Бір аяттың бір аяттың сәл ғана бір айырмашылығы болып тұрады. Өте қызықшылықтар болып тұрады. Сол үшін пайғамбарымыз кезіндегі сахабалар ол жәннат үшін қандай сұранған, пайғамбарымыздан дұға қылуын сұраған жәннатқа кіргізуін, пайғамбарымыздан жәннатқа кіргізетін амалдарды сұрайтын болған. Олар осы күйде қатты иман келтірген. Тіпті сіздерге бір риwаятты келтіріп кетейін. Пайғамбарымыз кезіндегі сахабалардың жәннатқа деген қызығушылығының өзі, жәннат емес, жәннаттағы бір нығметтің өзі жету үшін олар қандай нәрселер істеген. Бұл сіздерге бір айтып өткенбіз, және есімізде қайталау болсын. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның кезінде бір жетім бала болған, жаңағы жетім қалып кеткендер, семьялар, сол жаңағы өзінің жаңағы қыз қарындастары бар екен, ішінде кішкентайлар бар екен. Оның үйі, өзінің үйі мына жақта, жаңағы қыз қарындастар үйі мына жақта. Сосын жаңағы енді ары бері өткен адамдар зиян қылып қоймасын, бір жерде бір қорада тұрайық деп, жаңағы үйдің сыртын жаңағы айтыр, өзі лаймен ғой айтыр, лайдың үстіне лай қосып, жаңағы дуал жасап, қоршамақшы болады да. Яғни бір өзімнің бір жайым алайын деп. Сөйтіп қоршап келетсе, бір жерге келсе, бір құрма тұр екен, бөтен адамның құрмасы, сол жаңағы дуал құруға кедергі жасайды. Былай алып өтсе де көп ысырап, былай алып өтсе де көп ысырап болады. Былай алып кетсе ішінде қалып кетеді, былай алып кетсе көп сұрайын деп болайын деп тұр. Сонымен бұл не қылады да, енді жаңағы адамға тісі өтпейді, жетімді кім ескене қойсын дейсің. Пайғамбарға барады да, я Расулалла, менің осындай жетім қарындастарым бар еді, соларды бір дуалдың арасына қоршап қояйын деп едім. Сонымен соғып келе жатыр едім, жолда бір құрма шықты, пәленшенің құрмасы. Сонымен бар айтсам көнбейді ғой, сіз соны маған көндіріп беріңізші. Құрмасын жаңағы маған айтыңызшы, мүмкін алып тастасын. Енді құрманы көшірсең де өлмейтін тал да, бұл сондай мықты тал. Көшірсең өлмейді. Сосын пайғамбарымыз жарайды деп, оны жаңағы жетім деген енді ол үлкен сауап қой. Пайғамбар айтып кеткен, бұл дүниеде кім жетімге панахор болатын болса, жәннатта берген менімен бірге былай жүреді деген да. Мынаны көрсеткен да. Кәдімгі қол ұстасып жүресің де, жетімге шын құрмет көрсеткен адам жәннатта дейді, пайғамбармен қол ұстасып жүресің де аралап жәннаттың бақшасын. Сол үшін жасады? Иә, жетімге кім құрмет жасаса, оны бақса, асыраса, қамқорын алған болатын болса. Сол үшін пайғамбар ол жетім хақ үшін жаңа орнынан тұрып, жаңа кісіге барып, оны шақыртып, сөйтіп сөйлесіп, айтады, мына кісі осында үй соғып жатыр екен, сол құрмасы қатар келіп қапты. Мына енді осында бір үлкен сауап болады. Осы құрмаңызды сіз не келіссеңіз, бір бағасын айтыңыз, сізге берейік дейді, сатып алайық та, сіз осы бағасын берейік, бұл құрма қалсын, болмаса құрманың бағасын берейік, сіз құрманы ауыстырыңыз дейді. Сонда айтады, я Расулалла, мен үйте алмаймын, бұл мен өте керек құрмам дейді, мен осымен жаңағы күн көріс қылып жатырмын дейді. Пайғамбарымыз үлкен бағын айтады, жоқ дейді. Сосын тағы үлкен бағын айтады, жоқ, мен көнбеймін ондай баға. Тағы айтады, үлкен бағын, жоқ, мен оған көнбеймін, я Расулалла, мен бұл өзі жаңағы осындай нәрсені, осы мені қамқор етшесі, бұл да мені осы асырап отқан бағым, бұны ауыстыра алмаймын дейді. Сосын пайғамбар тұрып, адамдар қасында көп жиналып қалады. Сонда пайғамбар тұрып айтады, егер сен бұл құрманы Аллахтың разылығы үшін бізге берсең дейді, мен саған кепіл болайын дейді, Аллах тағала саған жәннаттан бір құрма беретіндігіне дейді. Бір құрма ағашын береді дейді. Ана кісі енді бейшара кісі да, бұйырмай тұр да, нәсібес. Ойлана тұрады да, жәннат дейсіз ба? Жәннат деген алыс дүние екен дейді. Маған осы дүниеде керек болып тұр. Ан-нахлату фид-дүния. Маған осы дүниеде керек болып тұр дейді құрма. Пайғамбар кәдімгі қылады. Жәннаттан осы беріледі дейді. Қасындағылардың бәрі таң қалады. Ана тұр, жоқ, осы келеді, ауыстырмайды. Пайғамбар үнсіз отырып қалады. Отырған кезде Абу Дахдах деген сахабасы айтады, я Расулалла, ұмтылып, жаңағы сөз естігенде ұмтылып келеді, айтады, я Расулалла, егер мына кісіні көндіріп берсем дейді, осы құрмасын алуға, болмаса сатуға дейді, маған сол жәннатта құрма уәде етіле ме дейді. Пайғамбарымыз күліп жібереді. Субханалла, пайғамбардың күлуін көруін нәсіп етсе екен, шіркін қандай керемет кісі еді. Қуанып кетті да ана кісінің ана сөзіне. Ол түсінгенде оның иманына жәннаттағы құрма деген қандай екен. Пайғамбарымыз күліп жіберді, субханалла. Сөйтті, я беріледі саған, уәде етемін деді. Болды деді. Ал Абу Дахдах сол ең бай адам еді құрмасынан. Құрма бақшасы болған 600 құрмасы болған екен. 6 құрмасы бар адам бай есептеліне беретін. 600 құрмана бір құрманы сатпай отыр, көріп отырсыздар. 600 құрмасы болған екен. Оның ішінде басқа да жемістер болған, оның ішінде жүзім болған. Басқа құрма бақ деген соның ішінде көп нәрсе да бір керемет. Сол құрма бағының ішінде үйі болған, соның ішінде бала шағасы тұратын болған. Сөйтіп жаңағы көреді, бірақ ана пайғамбар зия саған жәннаттан осы құрма ағашы беріледі деген кезде айтады жаңағы кісіге, егер сен менің құрмамды білесің бе? Сенің құрма бағыңды кім білмейді? Бәрі біледі ғой. Ең керемет, бәрінің арманы ғой дейді. Бүкіл нәрсенің арманы ғой дейді ол. Бүкіл адамның, кедейдің де байдың да арманы сенің бағың дейді. Егер сол арманың болса дейді, сен сол мына бір құрма талынды менің 600 құрмамды айырбастайсың ба дейді. Таң қалып қалады, шын айтып отырсың ба дейді. Иә дейді. Сен мен саған дейді, егер осы бір құрмаңды маған берсең, мен саған 600 құрма бағымды ішіндегі бау бақшасымен беремін дейді. Ішіндегі тұрған үйімен беремін дейді. Ана тұрады да, қой дейді. Шын дейді. Бірден пайғамбарға ұмтылады да, я Расулалла, естіп тұрсың ба дейді. Естіп тұрмын дейді. Сен куәгерлік етесің ба? Етем дейді. Мына сатам да, сіз сенесің ба? Біздің арамызда куәгер боласың ба? Куәгер болам дейді. Жақсы дейді, жаңада қол алса да, сөйтті мен саған 600 құрмадан тұратын бақшамды бердім дейді, ананы бердім дейді, сауда қылады, ана мәз болып кетеді.
сахаба да өте мәз болады да. Қатты қуанған кім? Абу Дахда. Өйткені жәннатқа деген иманда, субханалла, 600 құрманы беріп тастады. Бір құрма үшін, жәннаттағы бір құрмаға жету үшін. Үйіне асығып барды, пайғамбарымыз сүйіншіледі, айтты, саған көп нығмет берілді деді. Өте көп нығмет берді, сен білсең ғой деді. Ертең ол жәннатта көреді, сол қандай нығмет екен. Ол үйіне барды, есігін қақты. Умму Дахда әйелінің есігін қақты, сөйтті. Кім деп сұрады? Мен ғой Абу Дахда. Ей, өзің үйіңе не есік қақып тұрсың? Кірмейсің бе? Жоқ, бұл біздің үй емес, мен кіре алмаймын деді. Қалай сенің үйің емес? Мен мына бүкіл бақшаны, 600 құрма бақшасын біреумен саудаласып сатып жүрмін. Ей, кімге саттың? Сен қалай саттың? Қандай сауда? Саған ондай ақша берілетін адам бар ма? Оны айырбай салатын адам бар ма? Мүмкін емес қой. Кімге саттың дейді. Мен дейді жәннаттағы бір құрма ағашына деп айтқан кезде айелдің қуанған. Субханалла, қандай керемет сауда деген екен дейді. Қарасы қандай әйелдің иманы? Шіркін, сондай әйелдеріміз болса, ештеңе керек емес шығар онда. Ештеңе керек емес шығар, Субханалла. Алла жеткізсін сондайға. Иншалла шығуға тиісті ондай әйелдер. Мен бір рет мектепте 5-ші класстардың нелерін айтып отырып осы мұсылман әйел кісілер айтып келіп, мұсылман әйелдерді, Хадиша анамыз, Айша анамыз бәрін айтып келдім да. Қазір кезде ондай әйелдер болмай қалды ғой десем, бәрі мұңайып отыр да. Сонда 5-ші класстың қыздары, 4-ші класстың қыздары. Сөйтсе бір қыз, ұстаз, мен болам сондай дейді. Содан жаңағының кличкасы Айша болып кетіпті да. Сондай сөз айтқан үшін. Мүмкін Аллахтан ниетіне беретін шығар. Мен болам дейді да сондай елдерден. Айтады, қандай керемет сауда дейді да. О Абу Дахда дейді, сен қандай керемет саудагерсің дейді. Сөйтеді жаңағы балалардың бәрін қалтасын барып ақтарып құрман бәрін шығарады. Бөтен бізге емес болды, шығарып таста. Кет, біз уже болды, біз айырбастадық. Жаңа балалардың бәрін қалтасын қағып. Сөйтсе ана емшектегі бала бар екен, аузына құрма, соның аузына құрманы алып тастайды да. Бұл біздікі емес деген екен. Субханалла, жәннат, қандай иман. Қандай иман. Құранда татаджафа джунубухум анил мададжиға деп келеді. Жәннатқа кіретіндер дейді Құран аятында. Олар түннің ортасында ұйқысы қашып, жамбастарын көтеріп алып Аллахқа құлшылық қылып жалынады дейді. Бізге сондай бір ниет бар ма? Мұздай суға түсіреді ол сені дәрет алатын кезде. Ол сені 5 уақыт намаздан қалдырмайды. Ол иман сені жәннатқа жүгіртеді. Ол сені біреу басыңа бұқ төсесе кешірткізеді. Ол сондай нәрсе сені түн ұйқыңнан тұрғызады. Саған сондай үлкен саудаларға дүние емес, ақыретті көп ойлауға мүмкіндік беретін да. Жәннатқа деген сол күйінде болу керек. Бұл сахабалардың жәннатқа деген иманы. Егер ол күйде жете алмасақ, шынымен Аллах Тағала біздерді кешірсін және сол күйге жеткізсін деп сұраймыз. Енді біз кішігірім дозақ жайында айтып кетсек болады. Бұл дозақтың хабары да шынымен де Аллах Тағала сақтасын, оңай шаруа болған жоқ. Пайғамбарымыз көп ескертетін дозақ жайында. Құранда да көптеген аяттар келді. Сахабалар да тыңдады, олар да бұл дозақтан қатты қорықты. Дұғаларында көп жасайтын. Аллах Тағала бізді дозақтан сақта деп. Жаңа біз айтып кеткен жоғары риwayatта пайғамбарымыз түннің ортасында тұрып, ұйқысынан көзін ашып, одан кейін Құран аятын оқып келіп, Субханака фақина азабан-нар. Ей пәк Аллах Тағала, дозақтың азабынан сақташ деп жылаған болатын пайғамбарымыз. Бір күні риwayatта келеді, Номан ибн Баширдің бір күні пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи дауысы қатты шықты дейді. Қатты шықты дейді. Пайғамбарымыз дейді үйінен жүгіріп шығып мінберге көтерілді дейді. Және айқайлап айта бастады дейді. Ол айқайлап көтеріп айқайлаған кезде аңзартукумуннар, ей адамдар, дозақты сендерге ескертем деп айқайлады дейді. Иығындағы шапаны түсіп қалды жерге дейді, аяғының астына жатты дейді. Оның сол даусын дейді, сонау базардағы адамдар түгелімен естіді дейді. Даусы қырлық айқайлаған даусын. Сонда бір ғана ауыз сөз, дозақты ескерттім мен сендерге, дозақты ескерттім деп пайғамбар айтты. Егер сендер менің білгенімді білсеңдер, аз күліп көп жылайтын едіңдер деді. Аз күліп көп жылайтын едіңдер деп айтты. Сол пайғамбар сол дозақты ескертті. Шынымен біз көшеге жүгіріп шықпай-ақ қойықшы. Шапанымыз иығымыздан түспей-ақ қойықшы. Қасымызда отырған, өзім сүйіп қосылған әйелімізге осы жайында, дозақтан қорайық деп бір айтып көрдік ба? Дозақтан құтылайық деп түнде бір оятып көрдік ба? Бала шағамызға, яки болмаса досымызға, көршімізге, туған әке-шешемізге осыны айту үшін күш-жігер жинап көрдік па? Ол оңай шаруа емес. Сол үшін дозаққа нақты түсетін біліп тұрса Нұх пайғамбар өз баласына дұға қылды. Аллах оған ескертті сенің дұғаңды. Иннаху лайса мин амалин солих. Бұл жақсы амал емес. Қабыл ететін амал емес деп айтты. Сонда бұл білді, өйткені баласы дозаққа түсіп кететін.
сол жана Аллах Таала сол Нух пайгамбарлары сол баласын сондай тозаққа түсейін баласын қатты қорқытты, бірақ егер бұл мұсылман болып өтіп кетсе бітті, оны ештеңе құтқармайды екен. Оны жер бетіндегі бүкіл мұсылманның пайғамбардың дұғасы да құтқармайды, егер кім бұл дүниеде мұсылман болып өте алмаса. Пайғамбардың да дұғасы құтқара алмайды. Сол үшін әркім өзін өзі құтқару керек. Пайғамбарымыз айтатын сол, бүкіл адамдар шығып, ей мен сендерді ескерттім, өздеріңді құтқарыңдар. Қызы Фатима айтқан, ей қызым Фатима, өзіңді өзің құтқар, сен менің қызым болғаның сені ақырет ештеңе шешпейді деді. Өйткені Аллах Таала күні әділдікпен шешер екен. Біз білеміз, Құран аятында келді, дорабалана лакум масалау одрaba lillazina kafaru imra'ata fir'auna imra'ata lut деп келеді. Аллах Таала Құранда дейді, мысал келтіреді дейді. Дорaba lillazina kafaru imra'ata fir'auna дорaba lillazina kafaru imra'ata нух imra'ata лут дейді. Аллах Таала Лут пен Нухтың дейді, әйел мысалға келтіреді дейді. Пайғамбардың аяты не болады ертең? Олар тозаққа кіреді деп айтып қойғанда. Шешпейді сен кім? Кімнің баласы бол, шейхтің баласы болсаң да, әркім өзін өзі құтқармаса, ол нәрсе оны шеше алмайды екен. Және Абу Жауза деген бір үлкен селефтерден өткен кісі айтады, егер мені дейді мұсылмандарға дейді бір басшы қойған болса, халиф қылып па, әмір қойған болса дейді, менің ең бірінші істейтін тірлігім дейді. Егер біреу айтса, мені облыс әкім қылса, басқа қылса, не істеп айтады? Менің ең бірінші істейтін тірлігім пенсионердің пенсиясын көбейтем деп айтамыз ғой. Ол айтады, менің дейді, ең бірінші істейтін тірлігім дейді, бүкіл көшенің бойына дейді, мұнара соқтыратын едім дейді. Сол мұнараның басына арнайы адамдарды қойып қоятын едім дейді. Соның қызметі, жұмысы со болады дейді. Олардың айтатын сөзі бір-ақ ауыз сөз болу керек дейді. Аннар, дозақтан сақтаныңдар, дозақтан сақтандар деген сөзін айтқызып қоятын едім дейді. Қаншалықты олар бұл нәрсені білген. Және де Ибрахим Тайми деген кісі айтады, егер кімде дейді, бұл дүниеде дозақтан деген қорқыныш жүрегінде жоқ болса дейді, дозаққа түсем деп есептей берсін дейді. Дозаққа түсіп кетем деген қорқыныш кімнің жүрегінде болмаса, онда ол дозаққа деп өзін есептей берсін дейді. Өйткені Аллах Таала Құран аятында айтқан дейді, жәннатқа кіретіндерге альхамдулиллахиллази азхаба аннал хазан деп. Кімде дозаққа түскен уайым болмаса, ол дозаққа түсем деп уайымдай берсін. Өйткені Аллах Құранда айтқан дейді, ол жәннатқа кіргендер айтады дейді, "Я Аллах Таалаға барша мақтаулар болсын, біздің жүрегімізден уайымды кетіргеніне" деп айтады дейді. Бұл дүниеде шынымен де дозақтан деген қорқынышты, дозақтан деген уайымды арқалап жүрген адамды Аллахтан хадис айтқанда, екі рет ешкімді қорқытпаймын дегенде. Екі рет кім бұл дүниеде менен қорықса, ол дүниеде қорықпайды дегенде. Кім бұл дүниеде менен қорықпаса, ол дүниеде қорқытамын дегенде. Ол дүниедегі қорқыныштан Аллах Таала сақтасын. Сол үшін Ибрахим Тайми айтады, кім бұл дүниеде дозақтан қорықпай жүрсе, кім бұл дүниеде уайымдамаса, онда дозаққа кім деп өзін есептей берсе болады дейді. Наузу биллахи мин залик, Алла одан сақтасын. Және біз айтып кеткендей, пайғамбарымыздың ең жиі жасайтын дұғаларының біреусі Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан-нар. Бұнда жиі жасаңыздар, дүниеде жақсылық, ақыреттегі жақсылық, дозақтан сақта деп келеді. Қараңыздар, екі рет ақырет айтылды. Ақыретте жақсылық бер, дозақтан құтқар. Ақыретте жақсылық бер, дозақтан құтқар. Дүние бір рет айтылды. Фид дуния хасана, дүниеде жақсылық бер деп. Сол үшін дозақтан сақтану пайғамбарымыздың шынымен де намаздан кейінгі дұғаларда, сәлем беретін дұғаларда дозақтан сақтану дұғаларын үйрететінде сол күйінде болған сахабаларына. Және де Омар разиаллаху анху айтады, мен дозақтан сондай қорқам дейді. Сондай қорқам дейді. Егер дейді Аллах Таала дейді, бүкіл ертең есеп күні болған кезде айтса дейді, бүкіл адамзат баласын кешірдім, бәрің жәннатқа кіресіңдер, біреуің ғана кірмейсің деп айтса дейді, лахифту ана хуа, мен солмын деп қорқып қалам дейді. Мен сол болам ба екен деп қорқам дейді. Егер бәріңді кешірдім, біреуің ғана тозаққа түсетін болдың, бәрін жатқа кірдісе, сол адам мен боламын деп қорқам дейді. Еш уақытта не аламайын дейді. Сол үшін біз білеміз, адамзат баласының өте көпшілігі дозақта болайын деп тұр. Аллах оның қатарына қоспасын. Және Байхақидің Шуаб деген кітабында келтіретін бір риваят бар. Хадисте пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларымен бірге отыр еді. Олар қасында тығыз отырды, бәрі тыңдап отырды. Сол кезде дейді пайғамбар Мұхаммед Мұстафа салламға Құраннан аят түсті. Я айюхалладина аману қу анфусакум ахликум нара. Ей иман келтіргендер, өздеріңді және жан ұяларыңды дозақтан құтқарыңдар. Вақудухан нас вал хижара. Ол дозақтың отыны адамдар мен тастар болады деді. Сені жандырады, астында адам жанып жатқан отқа жанасында. Тас болады, өте қатты қызу күшті. Жаңағы малайкун ғилазун ла ясун алама амр ва яфалу ғилазун шидад ла ясун амр ва яфалу марун. Уже сондай бір періштелер болады. Өте қатыгез, олардың жүрегінде саған жан ашып кетпейді. Ойбай, өлдім, шыңғырдым, мені қойш кешіріп қоя берсең. Бұл дүниеде кәфірдің кәпірі саған жан ашуы мүмкін. Ей сен мейлі қоя берейін деп. Ояқта Аллах сондай періште жаратып қойған, дозақта оның жүрегінен мейірімді алып тастаған да. Және оны сондай күшті қылып жаратып қойған, оның уысынан шығып кету мүмкін емес. Оның көрмей қалу мүмкін емес та сені.
қалай кешсең де былай ұстап алып сүйреп алып кете береді екен тозаққа. Содан өздеріңді және отбасыларыңды семьяларыңды тозақтан құтқарыңдар деген аят түскен кезде пайғамбарымыз қасында отырған осы тозақ жайында аят еске түсірілген кезде оның отыны адамдар мен тастар болады деген сөз естіген кезде бір сахабасы құлап түседі, есінен танып. Қараса жаны шығып бара жатыр. Бәріміз үйіліп қалып, пайғамбар жүгіріп барып қолын қойды дейді. Жүрегі әлсін соғып жатыр екен. Түскен пайғамбар оны айтты, енді өлетін адамға айтатын сөз ғой. Ла иляха илlallah, я фата құл ла иляха илlallah. Ей жігіт, айтшы ла иляха илlallah. Я фата құл ла иляха илlallah деп айтты дейді. Сонда жігіт қайталады әлсін ғана ла иляха илlallah. Сонда фабашшараху бил жанна, пайғамбар айтты жәннатқа баратын жігіт деп айтты дейді. Сахабалардың бәрі не уайым шекті. Өліп қалды деп қана уайым шеккен жоқ. Олар айтты, я Расулалла, бізші деді. Сен сүйіншіледің, мына жігіт жәннатқа барады, бізші деді. Сонда ол айтты, сендер Аллах Тағаланың сөзін естігенсіңдер ме деді. Залика лиман хафа мақама ва хафа ваид. Ол нәрсе менің алдыма тұратын күннен қорқатындар үшін, ол нәрсе менің ескертуімнен қорыққандар үшін деп айтқан дейді. Жәннатқа кіретіндер, яғни Аллахтың алдындағы есептен қорқатын адамдар кіреді. Ертеңгі жәннатқа кіретіндер Аллахтың әзірлеген дозағынан, күнәһарлар үшін әзірлеген дозағынан қорқатындар кіреді екен да. Бұл жаңағы Байхақидің Шуабтың кітабында келтіретін риваяты, және де бір Абу Нух Ал-Ансари деген кісі келтіреді. Бұл сіздер білсеңіздер, пайғамбарымыздың енді күйеу баласы Алия радиаллаху анху. Ол содан негізі нәсіл тарайды, пайғамбарымыз Фатима деген қызынан тарайды. Оның балалары болған, сол балалардың ішінде Али ибн Хусейн деген баласы болған. Бұл уже кейін уже немерелері ғой айтқан кезде. Немерелері, Алидің өзінің немерелері. Сол балалар бір күні дейді, сол Али ибн Хусейн дейді, жаңа кісінің айтуы бойынша бізбен бірге болды дейді. Бір үйде отырдық дейді. Отырғанбыз дейді, ол кісі намазға кірісті дейді. Намазға кірісіп дейді жатқан, сол кезде жаңа үйден өрт шықты дейді. Ол кездегі өрт үйлер оп-оңай тез жанады, лап етеді, жанып кетеді. Үйден өрт шықты, бәріміз атып шықтық та, ана кісі намазда біз білмей қалдық дейді. Шықтық та айқайлай бастады. Я ибн Расулалла, ей пайғамбардың ұрпағы, ей пайғамбар, өрт, шық деп айқайлады дейді. Өрт, шық деп айқайлай бастадық дейді жаңа кісіге. Сөйткен кезде жаңағы ол кісі шықпады дейді. Біз әуре болып зәреміз ұшып кеттік дейді. Пайғамбардың жаңағы тұқымы соның ішінде намаз оқып жатыр, ол сәжде қарасақ сәжде жатыр дейді. От лапылдап жатыр дейді. Өрт, шық деп айқайлаймыз, ол әлі сәжде жатыр дейді. Сосын біздер келіп өшірдік өйтіп, жорға дегенде өшірдік дейді. Біз өшіріп біткен кезде ол кезде сәждеден басын көтерген еді дейді. Сосын біз айтты дейді, не себептен сен шықпай қалдың? Мына отты сезбей қалдым деп айтты дейді. Мына отты неге сезбей қалдың деп айтқан кезде, мен басқа отты ойлап жатқан едім ол кезде деген екен дейді. Субханалла, дозақты ойлаған кезде мына дүниенің отын көрмей қалды. Бұл сол күйде шынымен де Аллах Тағала біздерді кешірсін. Біз білеміз, Омар разиаллаху анху да бір күні ешегімен келе жатты да бір кісінің Құранын оқып отқан көрді. Инна азаба раббика лавақи ма лаху мин дафи. Расында Аллах Тағаланың уәде еткен күні болады, оны тоқтататын нәрсе жоқ деген кезде Омар разиаллаху анху жылады, үйде барып құлады. Сонда бір ай ауырып жатып қалды да, уайымнан ше адамдар келіп халін сұрап жүрген еді дейді сонда. Сол үшін бұл дүниеге келгеннен кейін Аллах Тағаладан сұрайтынымыз жәннат, Аллахтан бізді сақта дейтініміз дозақ. Бұл шынымен де әрбір қашанда білуіміз керек. Бұл жайында біздің хабарымыз болған жақсы. Ол жайында хабарлар Құранда анық толып тұр. Ол жайында хабарлар жәннаттың хабарда Құранда тола, дозақтың хабарда Құранда тола, ол да хадисте тола. Шынымен де егер бұл мәселе біз көп нәрсені түсінсек, онда өмірімізде жеңілдей бастайды, өмірге көзқарасымыз да дұрыс бола бастайды. Егер біз бұның хабарын жақсы білсек, өйткені біз мына жерде қонақпыз. Ерте ме кеш пе кетеміз. Сол үшін және қайталап айтайын, кім бұл дүниеде бүкіл адам баласы көрмеген жақсылықтың бәрін көрсе, тісі ауырмаса, іші ауырмаса, жалаңаш болмаса, аш қалмаса, шөлдемесе, ішетіні алдында, ішпейтіні артында, ең сұлу әйел соныкі болса, ең биік үй соныкі болса, ең биік жаңа қымбат көлік соныкі болса да, бүкіл жас дүниеден көріп жәннатқа кірмесе, ол ештеңе көрмеген болып қалады. Түк көрмеген болып шығады ертең. Ал енді бұл дүниеде кім бүкіл азаптан құтылып кетсе, бірақ дозақтан құтылмаса, ештеңеден құтылмаған болып қалады. Сол үшін және бастаған кездегі айтқан Құранның аятын және қайталап айтамын, бұны жазымызда сақтайық. Бұл Әл-Имран сүресінде келеді. Аллах Құранда айтты. Бұл аятты айтатын кезде Аллах айтып кетті. Бірінші осы жәннат туралы, дозақ туралы аятты айтатын кезде айтты. Күллу нафсин заиқатул маут. Бүкіл жан егесі өлімнің дәмін татады деді. Өлімнің бар екенін ескертті. Ал өлгеннен кейін не? Одан кейін қияметтің күнінде сендер сауап жазасын алады, сыйын алады деді. Кейін айтты: кім дозақтан алсатылып құтылса, жәннатқа кіргізілсе, міне бақыт деген сол деді. Бақыт мына жақта емес. Бақытты біз құрмет таба алмаймыз, егер ақыретпен ұштасып тұрмаса біздің бақытымыз. Ақыретпен ұштаспаған бақыт емес. Ол кесілетін нәрсе, ол жоғалатын нәрсе. Дүние қандай уақытша болса, дүниеде біз қандай уақытша болсақ, бұл дүниедегі бүкіл ізгіліктің бәрі уақытша. Ал ақыреттегі нәрсе, Құранда айтқандай,
Ва ма индаллахи хайру ва абқа афала тaqilun. Аллахтың қасындағы нәрселер жақсы және мәңгілік, ақылға келмейсіңдер ма деген екен да. Аллах Тағала баршамыз кешірсін. Аллах Тағала біздерге өзіне деген иманымызды күшейтсін. Аллах Тағала бізді ширк күнәсінен сақтасын. Аллах біздің жүрегімізде таухидты орнықтырсын. Аллах Тағала өзіне деген махаббат, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббатымызды арттырсын. Аллах Тағала біздерге сондай өзі сүйетін істерге құлшындырсын. Біздің мінез құлқымызды көркемдесін. Құранға лайықты қылып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мінезіне лайықты қылып көркемдесін. Аллах Тағала бұл дүниеде әйтеуір барша мұсылмандар жер бетіндегі бүкіл мұсылмандарға жәрдем етсін, қиындығынан құтқарсын, баршасына ізгілік берсін. Әйтеуір Аллах Тағала ислам дініне кім жәрдем етіп болатын болса, Аллах солардың бәріне жәрдем етсін, тілейтініміз сол. Ал кім ислам дініне қарай бір зұлымдық ойлап жатқан болса, жамандық ойлап жатқан болса, олардың бәрін Аллах қасіретке кеңелтіріп қойсын. Аллах Тағала баршамызды ізгілікке бөлесін, қатерімізді кешірім етсін. Субханакаллаху бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Рұқсат болса мен шығып кетуге рұқсат берсеңіздер, иә? Тағы баратын жерлер